Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи парк аумағында зерттелмеген тарихи орындар көп. Парк аумағы табиғат байлығымен ғана емес, адамзат өркениетінің терең іздері сақталған қасиетті кеңістік ретінде де ерекшеленеді. Әрбір шатқал өзен аңғары халқымыздың тарихи жадын сақтап тұр дейді мамандар. Аталған зерттеу жұмыстары үлкен Айдау мен Сарқан өзендерінің салаларындағы шатқалдар жүйесін түгелдей дерлік қамтымақ. Алдымен табиғи географиялық нысандарға назар аударылады. Құз шыңдар, асулар, өзен көлдер, сарқырамалар, арасандар, жайлаулар мен ежелгі өткелдердің тарихи және табиғи маңызы сараланады. Бұл бастамаға ғалымдар, археологтар, өлкетанушылар, экологтар, музей мамандары мен жергілікті тұрғындарды тарту көзделіп отыр. Биыл Аман бөктер орманшылығы аумағындағы және оның қорғау аумағындағы осындай киелі саналатын петроглифтар, археологиялық орындар, әртүрлі жер, сулар барлығы зерттеліп, атауларының шығу тегі барлығы кешенді зерттелетін болады. Енді қазір біз осы Жетісу өлкетанушылар орталығымен бірлесіп жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі таңда өзіміздің қызметкерлеріміз және осы кісілер бірге бастамасын бастап, биыл бірінші жыл болғандықтан қазір далалық жұмыстарға дайындалып жатырмыз.